Жақында әлеуметтік желіде билікке жазылған ашық хат туралы бейне жазба кеңінен тарады. Ашық хатта авторлар олардың пікірінше қазақ мәдениеті мен рухына қайшы келетін барлық нәрсеге тыйым салуға шақырады. Олар бұл әрекеті арқылы дінді ғылымға қарсы қойғысы келеді. Бірақ бұл кеңестік үгіт насихат мөрі ешбір сынға шыдамайды. Егер атеизм дамуды көрсетсе, онда әлемдегі ең дамыған мемлекеттердің бірі Солтүстік Корея болуы тиіс еді. Себебі ол жақта дінге мүлдем тыйым салынған. Ал сіз Солтүстік Кореяда өмір сүрер медіңіз? Елдің дамуы мен діндарлық деңгейдің арасында ешқандай нақты байланыс жоқ. Бұған дәлел ретінде парсы шығанағы елдері, Жапония, ақш және басқа елдерді атауға болады. Бейне жолдаудағы исламды шектеу бойынша қойып отырған талаптарының басым көпшілігі ақылға қонымсыз, ал олардың алғышарттары мүлдем жалған. Олар елдегі діни радикалды бағыттардың күшеюі туралы айтып отыр. Бірақ мұнысы бүгінгі жағдайға мүлдем сай келмейді. Керісінше, бүгінде Ханафи мазхабындағы дәстүрлі ислам даму үстінде. Сәләфизмге қарсы күрес деген жалған ұранмен бұлар біздің дәстүрлі дінімізбен күресіп жатыр. Авторлардың айтуынша, Өзбекстан мен Қырғызстанда сәләфизмге тыйым салынған. Егер біз тез арада оған тыйым салмасақ, сол жердегі экстремистердің бәрі бізге қарай ауып келетінін айтады. Бұл таза манипуляция. Өзбекстан осыдан 15-20 жыл бұрын дәстүрлі емес және экстремистік ілімдерге тыйым салған болатын. Ал Қырғызстанда мұндай тыйым мүлдем қойылмаған. Ислам дінін ұстанушыларға қарсы айыптаушылар, яғни исламофобтар, қазақстандық отбасылардың арасындағы алауыздық туындап, қоғамда бөліністің туындауы осы діннің салдарынан деп айыптап отыр. Соның кесірінен тіпті ұлттық қауіпсіздігімізге де қауіп төндіретінін айтады. Бірақ бұл шындыққа жанаспайтын дүние. Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның мәліметінше, еліміздегі ажырасудың басты себептері ішімдік, нашақорлық және лудомания, яғни құмар ойындарға салынуы. Тіпті осы құмар ойынға құныққандардың 20%-ы өз-өзіне қол салып жатыр. Ең қызығы, Қазақстандағы барлық қылмыстық істің 20%-ы осы құмар ойындарға байланысты. Ал біздің елдегі құмар ойындардың айналымы 1 триллион теңге екен. Бұл бизнеске еліміздің 1 миллион азаматы тартылған. Суицидке барудың тағы бір себебі бұл несие. Осы несиеге халқымыз белшесінен батты. Ал мемлекетіміз осы бойынша әлемнің көш басшысы болып отыр. Ғылыми зерттеулердің нәтижесі көрсеткендей, несиеге қатысты жастар арасындағы депрессия деңгейі жалпы әлемнен 3-5 есеге артып отыр. Статистикаға сүйенсек, қазақстандықтардың ажырасуы, өз-өзіне қол салуы, немесе әлеуметтік депрессияға түсуінің артында дін емес, ішімдік пен нашақорлық, несие мен құмар ойындар тұр. Бірақ бейне жазба авторлары өздерінің үндеуімен елдегі бүкіл әлеуметтік мәселенің туындауын дінге жауып отыр. Сөйтіп қоғам мен үкіметті алдап отырған секілді. Олар қоғамдық орындарда бетті толығымен жауып тұрған діни киімге тыйым салуды талап етуде. Бірақ біз кеше ғана коронавирусқа байланысты қоғамдық орындарда бетімізді жапқанымызды ұмытып кеттік пе? Егер ертең қайтадан эпидемия болса, онда не болмақ? Үндеу авторлары мұрты жоқ сәләфит сақалы барларды қатаң бақылауға алуды талап етеді. Бірақ бүгінде христиандар мен атеистер де осылай киінеді емес пе? Киім мен шаш үлгісін репрессиялауы дәл Солтүстік Кореяға апарар жолдың бірі. Себебі онда тек мемлекет қандай шаш үлгісімен киім киюге рұқсат ететінін анықтайды. Сәләфизммен күресушілер қандай да бір себептермен мемлекеттен мемлекеттік мекемелердің аумағында діни насихатты тоқтатуды талап етіп отыр. Бірақ онда дін танушылар сотталған экстремистермен қалай сөйлесуі керек? Ал олардың тағы бір ұсынысы әлеуметтік желілердегі теріс діни ағымдардың насихаттауын қатаң бақылау деген талабы бұрыннан бар дүние. Дәстүрлі емес діни ағымдарды шетелдіктердің қаржыландыруын тоқтату талабы да бірнеше жылға кешікті. Сонымен қатар, рухани жаңғыру болғаннан кейін ұлттық құндылықтарды дамытудың арнайы мемлекеттік бағдарламасын құру туралы ұсыныстың қажеті не? Ұлттық мәдениеттің тартымдылығына шенеуніктер емес, сол тарихшылар, этнографтар, жазушылар жауап беруі керек. Міне солардың арасында да хатқа қол қоюшылары өте көп.
Тыйым салатын хатты жазудың орнына жастардың рухын оятатын, жанын толтыратын кітаптар, әндер, өлеңдер неге жазбасқа? Жоқ, бұл өте қиын дүние, солай емес пе? Үндеу авторлары популизмге жүгініп отыр. Жастардың ғылым мен білімге деген қызығушылығын арттыруға кім кедергі келтіріп отыр? Ислам діні ме? Жоқ, тіпті билікке блогерлер, әншілер мен уағызшылардың орнына ғалымдар, тарихшылар, этнографтар, кәсіпкерлер және басқа да еңбегі сіңген жандардың жастарға үлгі болуы керек деген талабы да күлкілі көрінеді. Шын мәнінде мемлекет емес, ғалымдардың, тарихшылардың, этнографтардың өздері осыған күш салуы керек. Ешкім танымалдылықты бере салмайды. Оны өздері абыроймен жинауы керек. Тағы бір манипуляция мен мөртаңба мешіттердің орнына жеке қайырымдылыққа салынатын жолдар мен жатақханалар салу. Сонда мемлекет пен нарыққа кім жауап береді? Үндеу авторлары мемлекеттік мекемелерде діни рәсімдер мен іс-шаралардың өтуіне толық тыйым салуды талап етіп отыр. Сонда президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ақордада үнемі беретін ауызашары есепке алынбай ма? Олар мешіттердің бос тұрғанын және қоғамның діндарлығы тез өсіп жатқанын қауіпті деп айта отырып, өздеріне өздері қайшы келіп отырғанын байқап отырған жоқ. Сәләфизмге тыйым салушылар мүфтиятқа қарасты ресми ханафилік діни телеарналарды, сондай-ақ мемлекеттік телеарналардағы барлық діни бағдарламаларды жабуды талап етіп отыр. Соған қарамастан, олардың дәстүрлі исламға қарсы күресіп жатқанына әлі де күмәніңіз бар ма? Үндеу авторлары мүфтияттың қаржысының ашықтығын қалайды. Олардың ойынша бұл ақша террористік ұйымдардың қызметін қаржыландыруға бағытталуы мүмкін. Бірақ мұндай жағдай болған емес. Бұл бос сөз. Олар жастарға теріс әсер етпеуі және одан халифат сарбаздарын жасамауы үшін спорттағы барлық сәләфиттерді анықтап, қатаң бақылауды талап етуде. Жастардың болашағына уайымдап отырған жандар өз тараптарынан чемпиондарды тәрбиелеп, секциялар ашу туралы ауыз ашпайды. Енді ол үшін петицияға қол қоймай, өздері жұмыс істеуі керек қой. Осындай үндеулер мен ашық хаттар барлық мұсылмандардың өз құқықтары мен бостандығын талап етуіне себеп болмақ. Біз қоғамға, мемлекетке өзіміз туралы шындықты айтуға, ел дамуы жолындағы ұсыныстарымызды ортаға қоюға құқылымыз. Ал бөлінуге жол бермеу керек деген ұрандармен қоздыратын исламофобтар ортаны тек арандатып, дін ұстанушы мұсылмандарды қоғамның қалған бөлігіне қарсы қояды. Осының бәрі мұсылман діндарлары үшін үлкен сынақ. Осындай қиын сәттерде біздің дініміз мұсылмандарды Алланың жібінен, дінінен айырылмай ұстаныңдар да бөлінбеңдер деп шақырады, басын қосады. Қазақстанда ислам институттары, мешіт жамағаттары, сондай-ақ барлық мұсылмандар діни басқарма төңірегінде топтасуы қажет.